Ассалаумағалейкум қазақтарым. Міне Рамаданның бітуіне де бір жұма уақыт қалды. Қабыл болсын бәріңе. Бір ескертіп айтайын деп едім. Біздің қазақтар аштық келе жатқан сияқты 30-шы жылдарда солай аузын ашады. Одан кейін ужин ішеді. Одан кейін жатарда тағы тамақ ішеді. Ет жейді, бешбармақ жейді, лағман жейді, қуырдақ жейді, анау жейді. Еще таңертең тұрып тағы да содан қалғанның бәрін бітірмейінше орнынан тұрмайды ғой. Бұлай істеуге болмайды. Бұл Алла тағала айтты ғой, мына ораза пайдалы деп Құранда. Сондықтан ораза пайдалы болу үшін, мысалы мен 3 жапырақ нанға май жағып жеймін, таңертең маған сол жетеді. 2 кружка суменен. Сондықтан көп жеп организмдеріңді құртып алып жүрмеңдер. Нагрузка болып кетіп жүрмесін.